сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі көрермендері. Бүгінгі бірге оқиға айдарын біз денсаулық сағатына арнағымыз келіп отыр. Бүгінгі біздің қонағымыз Сафон Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның педагог-психологы Әсел Сарыларқызы. Қош келдіңіз. Осы қазіргі ковидке байланысты, ахуалға байланысты біздің оқырмандарымыздың жас ерекшелігі әртүрлі кішкентай бүлдіршіндерден бастап оқушылар, жоғары сынып оқушылары, колледж студенттері, университет студенттері және ересек адамдар, зейнеткерлер де осында келіп жүреді. Соған байланысты қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Сөз кезегі сізде. Сұрағыңызға рахмет. Әрине, COVID-19 деп жатырмыз ғой. Бұл пандемия 2 жылға жақын созылып келе жатыр. Ең бастысы айтарымыз адамдарға қоғамдық тәртіпті сақтау керек. Яғни мысалы үйден шығар кезде де бүкіл сақтық шараларын қолданып, масканы киіп, қолымызды антисептикпен үнемі залалсыздандырып отыруға кеңес берер едім. Яғни жеке гигиеналық талаптарын нақты орындап отырса, арақашықтықты сақтап жүруге кеңес берер едік. Егер де қазіргі кезде көбінесе осы уақыттар көп адамдар болып жатса, олар уақыттарын тиімді пайдалану үшін әртүрлі жаттығулар жасап, физикалық жаттығулар болсын, таза ауада серуендеу, немесе кітаптар оқу, сіздің кітапханаңызға келіп, қызықты танымды әдебиеттерді алып оқыса, танымдық телебағдарламалар көруге кеңес берер едік. Ең бастысы кез келген жағдайда адамдарға сабырлық, тыныштықты сақтауға шақырамыз. Рахмет әңгімеңізге. Келесі сөз кезегі мынандай сұраққа тіреліп отыр. Осы қазіргі заманда осы ауруға байланысты тағы да басқа себептері бар, енді әртүрлі әңгімелер жүріп жатыр. Соған байланысты мынау жас өскелең ұрпақтың өмірді қадірлеуге, өмір сүрудің қандай керемет ғажайып дүние екенін білуге, соны қадірлеп, жақсы өмір сүруге, адамгершіліктен тайынбауға, адамгершілігін әр кезде сақтап қалуға, соған қалай тәрбиелеуге болады ата-аналарға? Қандай кеңес берер едіңіз сол туралы? Ең басты енді айтып жатады ғой, тәрбие отбасынан басталады. Осы жерде отбасы, ата-аналар мен оқушылардың арасында сондай сенімді қарым-қатынас орнатуға бірінші кеңес берер едік. Ең бастысы біз ата-аналар жиналыстарында да, жалпы тренингтерде айтып жатамыз, ата-ананың күнделікті жасайтын 4 әрекеті бар екен. Яғни баласымен әңгімелескенде ең бірінші баланың бүгін күні қалай өткенін сұрау. Егер бала бірден сұраққа жауап бермесе, жақсы деп бір-ақ сөзбен қайтарып жатса, онда баланың мазасын алмай кейінірек әңгімелесуге бел бұру керек. Немесе өзінің күні қалай өткенін айтып кету керек. Сол жерден осыдан кейін бала ашыла бастайды, яғни айта бастайды. Екіншіден, мысалы біз айтар едік, достарының жағдайы қалай деп. Яғни өз баласының қоршаған ортасын танып білу, кіммен араласады. Яғни дос арқылы баласына танып білу. Егер ол бала сабаққа жақсы қатысып жатты, немесе бір үйірмелерге қатысып жатты, баланың ортасы жақын екен деп жақсы ойларын қарастырады. Сонымен қатар немесе тағы күнінде қандай жағымды әсер болды, немесе жағымсыз әсер болды, шын мәнінде соларды біліп отыру керек міндетті түрде ата-ана. Және деген соңғысы, мысалы, мен саған немен көмектесе аламын, менің көмегім қажет пе деген сұрақты ата-ана күнделікті қойып отыру керек. Шын мәнінде сонда бала өзінің ата-анаға керектігін сезінеді, оның орны ерекше бөлек екенін түсініп, бала мен ата-анасы арасындағы қарым-қатынас нығая түседі. Жақсы, рахмет. Келесі бір сұрақ. Енді кітапханаға келіп отырғаннан кейін біздің негізгі мақсатымыз осы кітап қорында қандай кітаптар бар, мінекей алдыңызда тұрған кітаптар. Осы кітаптар келіп алып оқуға болады. Енді бұдан тыс тағы да ізденіп оқимын дейтін оқырмандар болса, әлеуметтік желі көрермендер болса, соларға қандай кітапты оқуға кеңес берер едіңіз? Ең бастысы, қазіргі кезде бізде өте қазіргі заманғы психологтар дейміз ғой, қазіргі заманғы политологтар дейміз, өте сондай жақсы кітаптар шығарып жатыр. Яғни баланың айтамыз ғой, мысалы ұсынылатын, маған оқуға тиісті кітаптар сериясы деп алатын болсақ, мысалы достық туралы кітаптар, тәрбие, отбасы, өзіндік жетілу, лидерлік қасиеттер деген осындай мазмұнды кітаптарды оқуға кеңес берер едім. Егер де отбасы кітап оқиды десеңіздер, мысалы Антуан Сент-Экзюперидің «Маленький принц» деген кітабын
окууга кеңеш берер едим. Өйткөнү мына жерде кичкентай кезиндеги баланын өзүнүн боюндагы өткөн, өз өмүрүндө болгон окуйгаларды шын мәнинде жазып өткөн, яғни бул ата-аналарга да, ересек адамдарга да өтө сондай пайдалуу кеңес китап деп айтар едим. Осуну окууга ұсынар едім. Сонымен қатар мінекей қазір айтамыз ғой, балаларды біз сауаттылыққа, цифрлық сауаттылық болсын, қаржылық сауаттылық болсын, яғни өмірге функционалды сауаттылығын дамыту керек. Соған байланысты кітаптар өте көп қазір. Егер кішкентай балаларға мысалы Алиса ғажайып әлемінде оқылған кітабын ұсынар едік, немесе Шерлок Холмс, Артур Конан Дойлдың өте сондай орын бар, қазақша да аудармалары бар, өте сондай қызықты деп айтуға болады. Енді өзіміздің әрине Абайымыздың, Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзін оқуға да, яғни ода тәрбиесі мол, тұнып тұрған тәрбие ғой, жалпы қара сөздерін оқыса да, жалпы әдебиеттердің шығармаларын оқуға кеңес берер едім. Рахмет. Мінекей сіздің сөзіңіздің жаны бар, жандандыра түсек, өзіміздің әлем таныған, әлем әдебиетінен де өзіміздің ұлттық тағылым, жаңа сіз айтып отқан Абай халық ауыз әдебиеті үлгілерінде оқыса, мінекей сол кітаптардың барлығы бізде аудармалар да осы кітапханамызда бар. Абайдың да қара сөздері бар. Жаңа сіз айтып отқан Алиса ғажайып әлемінде деген Десен Тексүбердің де кітаптары бізде бар. Сондықтан құрметті оқырмандар, келіп алып отырыңыздар. Сізге әңгімеңіз үшін рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, біздің киелі шаңырағымызға, Ғабит Мүсірепов атындағы кітапханаға келіп, осындай ақыл кеңестеріңізбен бөлісіп отырғаныңызға рахмет. Жақсы күндерде, жақсылықтарда кездесе берейік. Еңбегіңіз жемісті болсын. Отбасыңызда да шығармашылық табыс тілеймін. Жақсылықта, қуанышта ғана жүздесуге